Саламатсыздар ма оқушылар? Отырамыз. Енді қазір біз сабағымызды бастамастан бұрын оқушылар біз сіздермен қазір топқа бөлініп аламыз. Топқа бөлінген кезде біз сіздермен қазақтың күнделікті өмірде қолданатын мақал мәтелдері, одан кейін қанатты сөздері бар ғой. Солар арқылы біз қазір топқа бөлеміз. Қыздар келіңдер. Мына жерден қағаз аласыңдар да, и сол қағазда жетпей тұрған сөзді ана жерден табасыңдар. Ғылым ба, мәдениет па, спорт па, сол жерге барасыңдар да отырасыңдар. Мәдениет қажет. Тез топқа бөліп аламыз. Сен осы жүріп. Сен ұлдар келді. Так, bunlar resimler, şunlar olsun. Мәдениет сен қажет боласың. Так, топқа бөлініп оқушылар, барлықтары өз орнында тұрсыздар ғой? Болды. Енді оқушылар барлық назарларыңды маған аударыңдар. Біз бүгінгі қазір сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамастан бұрын мен сендерге бірден бүгінгі сабақта не істейміз, қандай әдіс тәсілді қолданамыз, сабақты қандай форматта өтеміз, соны сендерге бірден айтып кетейін. Қазір тапсырмалар берген кезде кішкене түсінбеушілік болмас үшін мен сендерге бірден айтып кетемін. Біз сабақты қазір төңкерілген сабақ деген әдісті естіген шығарсыздар, сол арқылы өтетін боламыз. Бірінші мен сендерге тапсырма беремін. Сендер сол тапсырманы орындайсыңдар. Тапсырманы орындап болғаннан кейін сендер жаңағы балдарын неге шығады, мониторға шығады, жаңағы арнайы программа арқылы істейміз. Одан кейін сол жаңағы сендер жауап берген сұрақтардың барлығына мен сендерге түсіндірме беріп өтемін да, сонда бірінші сендер тапсырманы орындайсыңдар, одан кейін мұғалімнің түсіндіруін естисіңдер. Түсінікті ғой? Сол арқылы сабақты қазір бастайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Қазір мен сендерге сабақты бастамастан бұрын бір сурет көрсетемін. Барлықтарың тақтаға назар аударыңдар. Қараңдар. КГБ дейді, социализм, марксизм, цензура, Сталин, жолдастыру, идеология, атеизм және орыстандыру. Енді қараңдар бала, осы сөздерді оқыған кезде адамның ойына ең бірінші қандай сөз келеді? Кеңес социалистік өте жақсы. Кеңес социалистік республикалар одағы. Яғни біз 70 жыл бойы осы мемлекеттің құрамында болдық, барлықтарың білесіздер, иә? Бұл жерде қатаң идеология болды, қатаң цензура болды, одан кейін атеизм болды, социализм болды, ұжымдастыру саясат жүргізілді. Яғни КСРО деген жаңағы мемлекеттің құрамында өмір сүргенімізді білдік. Енді мына жерде мынандай санды көрсетсем, не айтасыңдар? 1991. Кім айтады? Қазақстанның тәуелсіздік алуы жақсы. Тағы да не айтсақ болады? Осыны керісінше айтатын болсақ, өте жақсы. Кеңес одағының ыдырауы. Яғни 1991 жылы бізде Кеңес одағын істеді, ыдырады. Түсінді ғой? Сонымен біз нені білдік қазір? Біз бұрында 91 жылға дейін Кеңес өкіметінің құрамында өмір сүргенімізді білдік. Одан кейін 91 жылы сол мемлекеттің былайша айтқанда отарынан құтылып біз зайырлы тәуелсіз мемлекетке айналдық. Енді келесі суретке қарап не айтуға болады? Кім айтады? Суретке қараңдар астында. Қазақтың мына жерде домбырасы тұр, мәдени мұра бағдарламасы, рухани жаңғыру. Осы үш суретті қосып бір сөз шығаруға болады. Қандай сөз шығаруға болады? Кім айтады? Айтамын. Қазақ халқының мәдениеті. Дұрыс айтасың. Қазақ халқының мәдениеті. Яғни біз бұл суретті қарайтын болсақ, бізден бірден ойымызға мәдениет деген сөз келеді. Енді қараңдар оқушылар. Қызық нәрсе, осы пазлдың барлығын бүйтіп құрастыратын болсақ, біздің бүгінгі сабағымыз Кеңес өкіметі құлағаннан кейінгі қазақ халқының мәдениеті қалай дамыды. Біз бүгін сабақта сол тақырыпты не істейтін боламыз, қарастыратын боламыз. Олай болса, қазір сіздерге тақырыпты ашамын.
Дәптеріңнің бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып керек. Мәдениеттің қазіргі кезеңдегі дамуы деп жазамыз. Мәдениеттің қазіргі кезеңдегі дамуы. Мәдениеттің қазіргі кезеңдегі дамуы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы. Сосын оқушылар жаңа месендерге айтылған мәліметтердің барлығын естеріне сақтап отырыңдар. Кеңес үкіметі туралы айтты, социализм туралы айтты, коммунизм туралы айтты. Оның барлығы қазір бізде сабағымызда қажет болады. Енді қараңдар оқушылар. Енді мынандай нәрсе ғой, кез келген өмірдегі жағдайды алатын болсақ, біз бір нәрсені білсек, ары қарай мынандай сұрақ туындайды. Не үшін деген? Мақсат қандай? И вот осы нәрсе, мысалы, күнделікті мектепте де тура осындай процесс болады. Сабақтың тақырыбы бар, и мақсат болу керек міндетті түрде. Не үшін керек бұл бізге? Сендер былайша айтқанда бір флешка емессіңдер ғой, бұл нәрсені сендердің ақпараттары басына кіре беретін. Бірақ ары қарай мақсат болмаса, оның ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан біз бүгінгі сабақта қандай мақсатқа қол жеткізуіміз керек? Өмірде осы нәрсені қолдана аламыз ба біз? Қазір соны анықтайтын боламыз. Енді қараңдар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушылар. Сабақтың мақсаты мынандай. Тәуелсіздік жылдарындағы еліміздің мәдениет саласындағы жетістіктеріне жан-жақты сараптама жасаймыз және білім беру саласындағы өзгерістерге баға беру. Яғни бұл жерде жаңағы алдарындағы кітапты қарайтын болсаңдар оқушылар, бұл өте ауқымды параграф. Негізі 2 сабаққа берілген. Біз соны ықшамдап қазір бір сабаққа сыйдырамыз да, и бізде балалар қараңдар, 2 негізгі бағыт бойынша жұмыс істейміз. Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі мәдениет саласындағы жетістіктеріне жан-жақты сараптама жасаймыз. Қандай жетістік болды бізде мәдениет саласында? Біз не істедік? 30 жылда не бітірдік деген сияқты. Одан кейін сендерге қатысты дүние. Білім беру саласына біз қандай өзгерістерге қол жеткіздік? Білім беру саласында не енгізілді, түлектерге байланысты солардың барлығын қазір сабақта қарастыратын боламыз. Түсінікті ғой? Сұрақтарың болса қойсаңдар болады. Сұрақ бар ма? Түсінікті ғой, иә? Енді оқушылар, сендерге қазір мен жаңа сабақты басында айттым, сабақты біз көтерілген сабақ әдісі бойынша өтеміз деп сендерге айтқан болатын. Енді қазір мен сендерге сол бойынша бірінші тапсырманы беретін боламын. Әр топтан бір капитан тақтаға келсеңдер болады. Әр топтан бір капитан келсеңдер. Тез. Біреу өтелдер. Әр топтан. Телефондарын алып бермейдер, ма? Телефондарын алып бересіңдер да. Мына жердегі QR код сканер етесіңдер и өзіңнің тобыңның атын жазасың. Өнер болса өнер, спорт болса спорт, мәдениет болса мәдениет деп жазасың. Кімдер ғой? Онда біреу келесің басқа. Кім интернет жақсы. Келді. Әрқайсыларың балалар өздерінің топтарының атын жазсаңдар жарай ма? Өнер, мәдениет, спорт деп. Сол арқылы мына жақтан сендердің жаңағы алған бағаларын шығады. Енді балалар бағыттан кірсеңдер, кірдіңдер ғой бағыттан да ешқандай проблема жоқ қой, иә? Жоқ, мен қазір әлі бастаған жоқпын. Әлі бастаған жоқпын. Қазір мен сендерге просто тапсырманы түсіндіріп өтейін. Тыңдаңыз балалар, бұл сендерге берілген топтық тапсырма. Ана жерде 10 сұрақ болады. Сол 10 сұрақты барлықтары мақұлдасın. Бірден ана жерде телефоны бар бала алып алып кнопканы баса бермей, жанындағы оқушылармен ақылдасасыңдар, барлықтарың бір шешімге келесіңдер да, соны не істейсіңдер? Бекітесіңдер. Сонымен давайте келдік, мен қазір бастаймын. Кеттік, давайте, жасай беріңдер. Ақылдасып сендер бала, ақылдасыңдар, асықпаңдар. Сұрақ болғаннан кейін, ана жерде бірінші сұрақта, мысалы, хронологиясы бойынша қойылатын керек. Кітапты, телефондарыңды пайдалансаңдар болады. Тапсырманы жасауға 5 минуттай уақыт беріледі. Так, барлық топ жауап берді ме? Жауап берген кезде айтыңдар. Келесіге ауыстырам. Болды, иә? Жауап берді ғой. Онда келесіге ауыстырам, кеттік, давайте. Келесі сұрақ қараңдар. Мына жерде балалар сендер ұбт-дағы сияқты 2-3 жауапты таңдасыңдар болады. Тәуелсіздік кезеңіндегі мәдениеттің дамуына әсер еткен негізгі 3 фактор атап көрсетесіңдер. Идеологиясыздандыру ма, ұлттық құндылықтан бас тарту, орыстандыру, ұлттық басқаларға оралу, батыс мәдениетімен кең қатынас жасау.
3 javobdan ishning javobi, buni 5 javobdan ishning 3-ni tanlaysizlar. Qaysini dұрыс deb o'ylaysizlar, shuni bilasizlar. Tak, 3 deb javob berdi, endi 1 deb tutamiz. Asqar o'ylaysiz. Bo'ldi? Qaytib berdi, javob berdi. Ben javob berdim. Osmonda. Qaytib. Sen Avstraliyaga kelesizlar. Endi o'ng'ay. Yerimiz boylikda baysalib til siyosatini yurgizib o'tirgandan belgisi. Bu yerda bolalar so'roqning ma'nosini sizlarga ochib ketay. Bizning yerimizda o'sha qanday adekvatный baytni, baysaldi til siyosati bor ekanligini belgisini ko'rsatadi. Qaysi so'nggi belgisi o'ysizlar. Bu yerda birini g'ana tanlaysizlar. Bu o'ng'ay so'roq bo'ladi. Aqlda sizda bolalar to'pdan baribdan birgashib. Bo'ldi qo'ya Avstraliya. Все, kelesi. 2013 yildan boshlab Qozog'istonda rasmiy hujjatnoma qalay yuritiladi? Tek qana o'ris tilidami, tek qana qozoq tilidami, alli ikki tilda yuritiladi. Sondan boshlab 2013 yildan boshlab Qozog'istonda rasmiy hujjatnoma tili qancha til? Ikkimi, tek qana o'ris tilimi, tek qana qozoq tilimi? Tak, kelesi so'roqqa Avstraliya bu o'ng'ay so'roq deb o'ylayman, tez nazardan beri kelesi so'roq. Kelesi so'roq, nima bo'lar? Ya или жоқ deb tanlaysizlar. Elimizdagi үздік talabgorlarni chet ellik o'quv o'rinlarına o'quvga jibirib memlekettік stipendiya болашақ deb ataladi. Iya bo'lsa iya deysizlar, жоқ bo'lsa жоқ deysizlar. Да, нет deb basasizlar. Давайте. O'tfa? Ya. Avstraliya. Kelesi so'roq. Endi mana yerda hozir bolalar internet duruşu yardım ediyor. Sizde тоже хатırlama var или Все, келесі сұрақ қарады. Мына жерде сәйкестендіресіздер болады. Еліміздегі қазіргі қала атаулары ескі атауларға сәйкестендіріңіз. Алматы бұл қандай, Шевченко қандай, Целиноград қандай, тез қарады. Oldu mu? Давайте, посмотрим. Алматыда bekleysizler, Шевченко'ны, Целиноград'da ilk bölüyorsunuz. Evet, bir top kalman сияқты ya. Kaç top kaldı? Kettik mi Avustralya mı? Ya. Kelesi сұрақ. Мына жерде енді бала жанрларды берілген туындыларда жанрларына қарай сәйкестендіресіздер. Абай деген не ол? Опера ма, кино ма, балет па, шал одан кейін қош бол гүлсары, адай, балбырауын, балқадиша, ақсиса осы жанрларды сәйкестендіріп жатыр.
Так, балалар топпен жасаңдар, және ма ақылдасып, ойланып барыңыздар. Ауыстырайын ба? Точно ма? Енді мына оңай сұрақ бала. Қараңдаршы, мына жерде кім берілген суретте? Димаш Құдайберген, иә? Елімізде ол кісіге білесіздер, карьерасының басында танымалдық болған жоқ. Қазақстанның танымал эстрада әншісі қай елдің байқауында танымалдыққа ие болды? Бұл енді өте оңай сұрақ болғандықтан мен келесі сұрақ ауыстырамын. Елдерінде деп ойлаймын. Келесі. Так, бала қараңдар, мына сұраққа енді тынышталамыз. Әдебиетке байланысты. Заманауи, яғни қазіргі қазақ әдебиетіне тән белгі. Социалистік реализмнен бас тарту, одан кейін идеологиясыздандыру и алдыңғы қатарға ұлт мүдделерін шығару. Яғни қазіргі қазақ әдебиеті осындай тақырыпта шығарма жасама. Иә болса, иә дейсіздер, жоқ болса. Қалай санайсыздар, солай болды. Дегендер ма? Ауыстырайын? Ауыстырайыз. Енді мынау соңғы сұрақ. Танымал режиссер Ермек Тұрсыновтың фильмі. Белгілесің, қайсы? Қай кино сол кісінің жеңісі бесті? Шал ма, Қамбас па, Қош бол Гүлзар ма, Қайрат тілші Сталинге сыйлық дейміз. Болды ба? Жақсы. Осымен болды. Енді мына жерге қарайтын болсақ, балалар, міне. Спорт деген топ бірінші орында тұр, өте жақсы. 63 бал алған. Екінші орында өнер тобы. Ажар деген топ болды. Жақсы, ғылым тобы и мәдениет бұл төртінші орында. Бұл жерде балалар, ана жерде ойлап қалғанда біздің қате жауап бергенімізде, бұл жерде программа солай жасалғанда жылдамдыққа тоже қарайды. Түсінікті ғой, қай оқушы жылдам жауап береді, соныкі тиісінше жоғары болып кетеді. Түсінікті ғой, сондықтан ана жерде мен ойымша сіздер ана жерге қате жауап берген жоқсыңдар. Просто кішкене уақыттан кешігіп қалдыңдар деп солай есептеймін. Енді бағана мен сендерге сабақтың басында айттым. Бұл сабақ бізде төңкерілген сабақ деп айтқан болатын. Енді мен сендерге жаңағы сіздер тапсырманы орындадыңдар ғой барлықтан. Балдарыңды көрдіңдер. Енді қазір осы тақырыпты сендерге қысқаша түсіндіріп беремін. Бұл тестте сендер не істедіңдер, қандай жаңа білім бердіңдер. Қараңдар. Оқиғаларды хронологиялық рет бойынша қойыңыздар. Мен бұл тапсырманы не үшін алдым сіздерге сразу түсіндіріп кетейін. Сіздер қазір 10-шы сыныпсыңдар, келесі жылы 11-ші сынып боласыңдар, ұлттық бірыңғай тестілерді тапсырасыңдар, білесіздер барлықтарың, иә? Сол кезде ұбт-да осындай сұрақтар келеді. Сәйкестендіріңіз деген сияқты. Сол кезде мысалы қараңдар. Хронологиясы бойынша қоятын болсақ, ең бірінші Қазақстанда тақтаға қараймыз, мұқият тыңдаңдар. 1989 жылы қазақ кср-де әлі өзі ксро құламаған тілдер туралы заң қабылданады. Осы тілдер туралы заң қабылданған кезде ең бірінші болып тарихта Қазақстанда қазақ тілі мемлекеттік тіл деген дәрежеге не істейді? Өседі. Түсінікті ғой? Ана жерде жаңағы осындай сұрақтар тестта бір нәрседен келіп жатқан кезде логикаға салып бүйтіп жүрмеңдер. Қазақстан тәуелсіздік алды 91-де, значит тілдер туралы заң 91-ден кейін қабылданды деп қателесіп кетпеңдер. Тілдер туралы заң бізде 1989-да қабылданған, и осы заң бойынша Қазақстанда қазақ тілі мемлекеттік тіл болды. Ал енді орыс тілінің статусына келетін болса, ол жерде орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі болып есептеледі. Түсінікті ғой? Енді мына нәрсені айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жаңа сабақтың басында айттық, 1991 жылы ксро-ның істеуі 91-де ксро құлады. Келесі, мәдени мұра бағдарламасы, мен бұны сіздерге қазір ашып түсіндірмеймін, өйткені екінші бөлігінде сабақтың сіздерге осы мәдени мұраға байланысты тапсырма береді. Сол кезде ол туралы кеңінен айтатын боламыз. Ол бізде мәдени мұра бағдарламасы 2004 жыл болып есептеледі. Одан кейін еліміздегі 3 тұғырлы тіл жобасы 2007-де қабылданды. Оған байланысты сұрақ болады қазір екінші неде. Одан кейін үшіншісі латын әліпбиіне көшу 2025. Мына жерде ор кішкене не өткен ренжіместе 2025-те латын әліпбиіне көшу жоспарланған. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі әлемдегі геополитикалық жағдайларға байланысты бұл шара сәл кейінге жылжыды. Түсінікті ғой? 2025-ке енді жоспарланған отыр. Бұрын бірақ осындай әңгіме болған негізі. Енді келесі қараңдар. Тәуелсіздік кезеңінде мәдениеттің дамуына әсер еткен 3 фактор. Қазір осы ең маңызды нәрсе болады. Осыны түсіндіремін, мұқият тыңдаңдар. Мысалы, кеңес өкіметінде өздерің білесіздер. Жаңа біз кеңес өкіметіне байланысты ассоциацияны айтқан кезде айттық. Ол жерде темір шымылдық болды. Орысша айтқанда железный занавес. Басқа елдермен қарым-қатынас жасауға болмайды. Сондықтан кеңес өкіметінің адамдары көбісі солай тәрбиеленген. Жақсы бәрі күшті болған деген сияқты. Неге? Өйткені оларда ақпарат жоқ. Басқа елдер туралы көп біле бермейді деген сияқты.
вот осындай жағдайда Қазақстан өмір сүрген кезде бізде қараңдар балалар, мәдениетімізді дамытуға, одан кейін ұлттық өзіміздің жаңа құндылықтарымызды дамытуға бізде мүмкіндік болған жоқ. Оны жасырудың қажеті жоқ. Өйткені кеңес өкіметінде білесіңдер, бір ғана партияның жаңа бағдарламасы Коковның идеология, коммунизм, социализм деген сияқты, атеизм деген сияқты. Түсінікті ғой, иә? Вот қараңдар, осындай неден құтылғаннан кейін Қазақстан, осындай алпауыт мемлекеттен құтылып тәуелсіздік алғаннан кейін, енді біз мәдениетімізді қалай дамыттық? Біріншісі қараңдар, идеологиясыздандыру. Бұл жерде идеологиясыздандыру деген балалар, бұл жерде кеңес өкіметіндегі идеологиядан арылдық. Социализм, коммунизм, марксизм дегеннің барлығын артқа тастап, өзіміздің міне ұлттық бастауларымызға орала бастадық. Түсінікті ғой, қазақтың салт дәстүріне деген сияқты. Одан кейін келесі мәселе, бұл енді сендерге өте жақын деп ойлаймын, батыс мәдениетімен кең қарым-қатынас жасау. Мысалы, сендердің араларында орыс тілінде сөйлегенімен сендер көбінесе америкалық кино көресіңдер, сол жақтағы трендтарға былайша айтқанда ересіңдер деген сияқты. Сонда батыс мәдениетімен жақындасу болды бізде. Түсінікті ғой? Сонда қараңдар, тәуелсіздік кезеңінде балалар, бұл сабақтың былайша айтқанда өзегі, осы ұмытпаңдар. Тәуелсіздік кезеңінде біздің мәдениетіміз қалай дамыды? Идеологиясыздандыру, яғни кеңес өкіметінің идеологиясынан арылдық толықтай, одан кейін ұлттық бастауларымызға қайта оралдық. И бізде бостандық пайда болғаннан кейін біз батыс мәдениетімен жақындаса бастадық. Түсінікті ғой? Осындай немен, картинамен, былайша айтқанда осындай ережемен, осындай правиламен Қазақстанның несі мәдениет неседі алға дамыды. Түсінікті ғой? И соның нәтижесінде қазір қандай мәселелер болғанын қазір ары қарастырып. Енді мына жерде бізде енді білесіздер ғой, мәдениет деген балалар өте ауқымды нәрсе, оны бір ғана немен түсіндіре алмайсың. Мысалы, мынау тақта болды, басқа мағынасы жоқ деген сияқты. Мәдениетке келетін болған кезде өзі өте көп. Киноны көреді жерге, сенің салт дәстүрің кіреді, адаммен сөйлесуің барлық кіреді, соның ішінде тіл де кіреді. Вот қараңдар, еліміз яғни Қазақстан байыпты, байсалды тіл саясатын жүргізіп отырғандығының белгісі Қазақстанда азаматтарға тілдік негізде қысым жасауға тыйым салынады. Түсінікті ғой? Өткенде өздерің білесіңдер, андай шу болған оқиға бар ғой, Мардин білесіздер, бойкот жариялап бағын сөйтіп қой. Сол кезде мысалы екі жақта да кішкене қателік бар. Ана кісіні тілдік дискриминация бойынша, тілдік несі бойынша жұмыстан шығарып деген сияқты. Анау барып та курьер барып, анау сатушыға барып, ол да өзінің несін айтып отыр деген сияқты. Бұл жерде екі жақтан да кінә бар. Өйткені заң бойынша Қазақстанда тілдік белгісі бойынша ешкімге қысым жасауға болмайды. Түсінікті ғой? Бұл біздің Қазақстанның жүргізіп отырған байыпты саясаттың бірі. Енді мына жерде соған байланысты 2010-нан бастап бізде Қазақстанда екі тілде ресми құжаттама жүргізіледі. Қазақ тілінде және орыс тілінде. Көбінесе жаңа қазақ тілі дегенде бізде мемлекеттік тіл деп айтады. Түсінікті ғой? Сонда кітаптан көріп қалған кезде бұл жерде неге қазақ тілі жазылмаған деп ойлап жүргендер, қазақ тілі деген мемлекет. Енді мына білесіздер баптары болашақта сендер оқысаңдар болады. Бұл стипендия әлі күнге дейін жұмыс істейді. Бұл стипендия бойынша оқып келген адамдардың көбісі қазір бізде билікте, орысша айтқанда правительствода осылардың көбісі сол болашақпен бітіріп келген адамдар жұмыс істейді. Түсінікті ғой? Сонда еліміздегі үздік талапкерді шетелге жіберіп оқытатын оқу несі жаңа стипендиясы бізде болашақ деп аталады. Оны біліп жүргендер бұл да сендерге өмірлеріне қажет болады. Түсінікті ғой? Білмесеңдер, бүгін сендер білдіңдер, бізде елімізде осындай стипендия бар. Түсінікті ғой? Болашақта оқу бітіргеннен барсаңдар болады. Енді мына жерде балалар қаланың атауларын сәйкестендір деген сұрақ болды. Мына жерде көріп үйден айта кетейін. Бұл да балалар бағанағы идеологиясыздандыруға жатады. Кеңес өкіметінің кезінде бізде көптеген қалалардың атауы орысша болды. Енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін не істейміз, оның барлығын қазақшаға ауыстырамыз. Түсінікті ғой? Бұл да былайша айтқанда ұлттық бастауларға оралудың бір белгісі болып есептеледі. Түсінікті ғой? Бұл да жай тапсырма деп ойлап қалмаңдар. Мысалы, Алма-ата деп атаған кезде қазір Алматы деп айтылады. Шевченко, бұл білесіңдер ме Шевченко? Жазушы. Ақын, иә, қай елдің жазушы? Молодец. Украинаның жазушы. Бұл сол жаңағы патшалық Ресейдің кезінде бұл кісі неде болған? Қазақстанда өзінің жазасын өтеген Ақтау қаласында. Сол кезде соның құрметіне Шевченко деп қойған. Қазір Ақтау. Целиноград дегенді білесіздер, бұл тың игеруге байланысты құрылған қала, бұл Ақмола қаласы. Түсінікті ғой? И Гурьев деген бұл Атырау қаласы болып есептеледі. Енді оқушылар ар жағындағы мәселелерді мен қысқаша тез айтып кетейін. Туындыларды жанрлармен сәйкестендіргенде бұл жерде Абай деген өздеріңіз білесіздер, опера деген сияқты. И одан кейін Димаш Құдайберген біздің енді соңғы жылдардағы Қазақстанды әлемге танытып жүрген өте мықты тұлғалардың бірі, барлықтарын білесіздер деп ойлаймын. Елімізде кішкене басында Кореяның басында кішкене мойындамай оны, одан кейін Қытайға барып ән айтып деген сияқты. Түсінікті ғой? Бұдан да біз мынандай бір не шығаруға болады сабақ. Елімізде көбінесе кейбір жағдайларда осындай таланттарға поддержка берілмей жатады, қолдау. Олар қай жаққа кетуге мәжбүр болады? Шетелге деген сияқты. Түсінікті ғой? Осыдан да біз сабақ алсақ болады деген сияқты. Енді бірінші бөлімге байланысты сұрақтарың бар ма? Барлығы түсінікті ғой? Тапсырманы орындадыңдар, түсіндіңдер, жаңа білім алдыңдар деп ойлаймын. Енді қазір мен сендерге екінші тапсырманы беремін. Екінші тапсырма балалар бұл жерде бағанағыдай платформамен болмайды, қатып қалу, анау деген ондай әңгіме болмайды.
қазір мен сендерге жұптық жұмыс беремін. 2-2-ден жасайсыңдар. Түсінікті ғой? Сондықтан әрқайсыларының жанында параларың бар, иә? 2-2-ден беріп қоямын, әрқайсысына бір-бірден пара. Соны оқисыңдар да, и соған байланысты өздерінің жауаптарын да жазасыңдар. Бұл жерде көбінесе логикалық сұрақ болып келеді. Қазір барлықтарына қарап беремін. Асықпай, шыдаммен күтіңдер, жарай ма? Ол екеуіңді бересіздер. Барлықтарға бердім ғой. Енді балалар, бұны орындауға сендерге 5-7 минут уақыт беріледі. Бірінші балалар, тыңдап алыңдаршы. Сұрақты оқып шығасыңдар да, дәптертеріңе жазасыңдар ма, яғни парақтың артына жазасыңдар ма, өздерің қалай ыңғайлы. Солай жазасыңдар да, дайын болған кезде қолдарыңды көтеріп, ағай біз дайынбыз десеңдер де, сұрақтарыңды оқисыңдар и соны жаңағы айтып бересіңдер. Кейін мен сендерге соны түсіндіріп беремін. Сосын бір мәселе айта кетейін. Тапсырмалар қайталанады, түсінікті ғой? Мысалы, бір оқушыда мына жақта болуы мүмкін, басқа топта болуы мүмкін деген тапсырмалар бір-бірімен қайталанады. Бір ауыз сөз болса, бір ауыз сөзбен жауап береміз. Айтатын кезде оны ашып кешіріңіз. Оқушылар, сұрақтарың болса қойыңдар, жарай ма? Тапсырманы орындау барысында қиындықтар туындаса айтыңдар. Әрі құрлық ол Европа. Европаның әрі құрлығы. Сондай старый свет. Логика керек уже. Ойлану. Дұрыс па бәрі жасамасында қоямыз? Сұрақтарың болса қойыңдар. Дұрыс па бәрі, иә? Если болғандары болса, қол көтеріп жауап бересіңдер болады, ағай біз дайынбыз. Негізі балар барлық менің жауабым кітапта бар. Бұның барлық кітаптан алынған сұрақтар негізінше, бірақ кішкене логикаға салу керек болады. Жақсы, қыздар давай. Бірінші мен сұрақты өзім оқимын бері сал, иә? Так, балар, мына жақта алғашқы жаңағы оқушылар дайын екен. Қазір мен олардың сұрағын оқимын. Әдемілеп. Сендер тыңдаңдар да, потом олардың жауабын тыңдайсыңдар. Қараңдар. Тып-тыныш отырыңдар. Мұндай ауқымды жобаны іске асыру ТМД елдерінің ішінен Қазақстанда ең алғаш қолға алынды. Яғни ТМД-ның ішінде біз осындай жобаны жасауда бірінші орында тұр екенбіз. Алғаш болып бастағанбыз. 2004 жылдан бастап тарих пен мәдениеттің 78 ескерткішіне реставрация жасалды. Жоба аясында қазақтың 1000 күйі, 1000 әні жинақталып, антология болып халыққа жол тартты. Одан кейін қараңдар, тек қана Қазақстанмен шектеліп қалмай, Дамаск. Қай жақ бұл Дамаск? Сен білесің айт. Ближний Восток. Таяу шығыс, яғни Сирия, иә? Дамасктегі Сұлтан бейбарыстың кесенесін қалпына келтірген, Каирдағы бейбарыс мешітіне реставрация жасалған, одан кейін Сирияда Әл-Фарабидің тарихи, былайша айтқанда, мұражайын ашқан. Енді бұл жерде сұрақ. Бұл қандай жоба? Айта қойыңдар. Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Так, енді тұратыңдар балалар, асықпаңдар. Енді мына жерде мәдени мұраға байланысты сұрақ болды. Қазір мен сіздерге сол мәдени мұраға байланысты қысқаша түсініктеме беріп кетейін.
Бұл балалар біздің еліміздің сол тәуелсіздік алғаннан кейінгі жасалған тыңдаймыз. Өте ұтымды шараларының бірі, басында жүзеге асырған жобаларының бірі. Өйткені өздерің білесіңдер, мәдениет болмаса барлығы босқа кетеді деген сияқты. Сол нәрсені біліп, 2004 жылы президентіміздің сол кездегі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен мәдени мұра бағдарламасы іске қосылды. Осы жобаның аясында жан-жақты жұмыстар жүргізілді. Тек қана былайша айтқанда рухани, мәдени ғана емес, сонымен қатар материалдық, былайша көзге көрінетін археологиялық ескерткіштерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Түсінікті ғой, өте жақсы, молодцы, дұрыс жауап бердіңдер. Енді келесі кім? Давайте. Мен сұрақты оқып жіберейін, тыңдаймыз. Мен сұрақты өзім оқығаныма қарсы емессіздер ғой, просто біреу естиді, біреу естімей қалады деген сияқты оқушылар болса. Сондықтан дұрыстап тыңдаңдар. 19 ғасырда қазақ жерінде өмір сүрген бұл ғұлама халқымыздың рухани өміріндегі аса ірі тұлға. Қазақ жазба әдебиетінің бастауында тұрған ақын халқымыздың мәдениетін орыс халқының бай әдебиетімен толықтырды. 21 ғасырдың басында ақын кәрі құрлықтың театрларын бағындырды. Енді бұл жерде қызық нәрсе балалар. 19 ғасырда өмір сүрген деп тұр. Бірақ ол қалай 21 ғасырда Европаны бағындырады? Адам 2 ғасыр өмір сүрмейді ғой. Бұл жерде кішкене логиканы қосып, кішкене басқа мағынада жауап беру керек. Мәтінде сипатталған ақын бұл кім? Жақсы. Қай театрда қойылған? Оны жазған жоқсыңдар ма? Жақсы, отыра қойыңдар. Енді бұл жерде қазір осы сұрақ басқа оқушыларда бар да, если сол оқушылар айтатын болса, мен пока енді айтпай қойын ол сұрақтың жауабын. Түсінікті ғой, ол оқушылар айтуы мүмкін. Яғни бұл жерде 21 ғасырда кәрі құрлықтың театрларын бағындырды деген кезде не айтып тұр? Қандай мағынаны айтып тұр? Соны айту керек болмаса. Бірақ қыздар сендер толық жауап беріңдер, өте жақсы, бірақ бір ғана нәрсе жетпей қалды. Түсінікті ғой, жақсы. Так, екеуіңе ма? Бірге дейсіңдер. Давай, айтыңыз. Жаңа сендердің сұрақтарым осы сұрақ қояды, мен оқымай ақ қояйын, сразу жауабын айтайын. 2012 жылы Жұбанов пен Хамиттің Абай операсының оңтүстік Тюрингия, Германия опера театрында сахналануы тарихи маңызы зор. Өте жақсы. Бұл жерде бағанағы 21 ғасырда Европаның театрын бағындырды деген осы. Яғни 2012 жылы Германияның жаңағы қаласында Абайдың операсы сахналанды. Осы арқылы біздің Хакім Абай Европаны бағындырды деп айтсақ болады. Түсінікті ғой, жақсы, келесі. Сіздердің сұрақтарын оқу керек па? Оқыған жоқ па? Жақсы. Енді балалар, мына өте қызық сұрақ, логикалық. Кітапта бар бірақ жауабы. Сондықтан мұқият тыңдап, кім табады екен көрейік. Бенилюкс елдері Европаның дамыған елдерінің қатарына жатады. Яғни Бенилюкс дегенді білетін шығарсыздар, Европадағы елдер. Ол жерде халқының 100% қалалық жерлерде тұрады. Құрамына Бельгия, Люксембург, Нидерланды кіреді. Яғни Бенилюкс деген сол ана елдердің алғашқы әріптерінен қойылған. Енді қараңдар, Бенилюкс халқы, яғни сол елдің халқы, француз, неміс және фламанд тілдерінде еркін сөйлейді. Енді сұрақ қараңдар балалар, өте қызық. Осы Бенилюкс елдерінің Қазақстанмен қандай ұқсастығы болуы мүмкін? Айтамын. мемлекеттік дәрежедегі тіл бар, ол қазақ пен орыс тілі. Екіншісі экономика бойынша айтып келсек, экономикада Европаның нақты көпірі болып келеді. Экономика Қазақстан деген Азия мен Европаның көпірі. Жақсы, өте жақсы. Толықтырасың ба? Жақсы. Енді балалар, сендердің жаңағы айтқан жауаптарыңа мен әжеттен түсіндіріп бер қараңдар балалар. Сұрақ мына жерде, сұрақтың тікелей жауабы қандай? 2007 жылы, қараңдар, 2007 жылы кітаптарында бар. Елімізде балалар 3 тұғырлы тіл деген жоба қабылданды. Яғни осы жоба бойынша сендер, яғни Қазақстанның болашақта 3 тілде еркін сөйлейтін халыққа айналуымыз керек. Қазақ тілі ана тіліміз, орыс тілі, біз енді білесіздер 16 ғасырдан бері Ресеймен етене жақын болғаннан кейін сіңісіп араласып кеткен. Одан кейін әлемдік тіл ағылшын тілі. Түсінікті ғой? Сонда қараңдар, Бенилюкс елдерімен ұқсастық қандай деп тұр? Олар 3 тілде сөйлейді. Бізде болашақта 3 тілде сөйлеуіміз мүмкін деген сияқты. Түсінікті ғой? Сонда Бенилюкс елдерімен Қазақстанның ұқсастығы осы жерде болып келеді. Түсінікті ғой? Сонда сіздер осы арқылы біздің еліміздің болашақта осы 3 тұғырлы тіл жобасы бойынша жан-жақты тілді меңгерген халық болуына соған ұмтылып жатқан сендер сабақтар білуіңдер. Сол бағытта сендер жұмыс жасауларың керек деген сияқты. Келесі кім?
Сұрақты оқиын ба, қайталанған ба сұрақ? Жақсы. Енді тыңдаймыз балалар, қараңдар. Бұл жерде енді бір өнер түрі берілген. Бұл өнер негізінен қазақ халқы үшін өте жат. Яғни бізде бұрын бұл өнер болмаған, қысқаша айтқанда. Түсінікті ғой, иә? Қазақтың бұрынғы тарихи жаңағы деректеріне көз жүгіртсек, бұл өнер туралы біз ешқандай ақпаратты таппаймыз. Яғни қазақтар кезінде осы нәрсемен айналысты деген ондай информация жоқ. Бірақ кеңес өкіметі орнауымен елімізге осы өнер түрі келді. И Қазақстанда осы өнер дами бастады. И қараңдар, 1936 жылы Мәскеудегі қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде Евгений Брусиловский халық музыкасы ретінде осы өнер түрінің тұсауын кесті. Сұрақ, бұл қандай өнер? Айта ғой. Брусиловский қазақ операсының қалыптасу болған қыз жібек жауабы деген өте жақсы, маған сұрақтың жауабы дұрыс. Яғни балалар, жаңағы сұрақтың жауабы бізге кеңес үкіметінің, енді біз көбінесе жаңағы мен сабақта айтып отқан кезде кейбір оқушылар менің айтқаныма байланысты оның негативті жағын көріп қалуы мүмкін. Қатаң коммунизм анау деген сияқты. Бірақ осындай позитивті жағдайлар болған. Яғни бізде ешқашан осыған дейін болмаған өнер түрі, яғни опера деген өнер түрі кеңес өкіметінің орнауымен Қазақстанда не істелді? Тұсауы кесілді. Оның тұсауын кескен 1936 жылы Евгений Брусиловский. Түсінді ғой, иә? Келесі оқиды. Сен сұрағын қайталанып отыр ма, или новый сұрақ па? Жаңа сұрақ па айтып. Так, енді тыңдаймыз, келесі сұрақ қаланды. Енді бұл өте оңай сұрақ деп ойлаймын енді. Еліміздегі бұл қаланың іргесі, яғни қазір бар ол қала. И сол қаланың іргесі 19 ғасырдың басында қаланған. 19 ғасырдың басында құрылды. Кенесарының көтерілісі кезінде бұл қала толықтай қиратылды 1838 жылы. Одан кейін қараңдар, Ұлы Отан соғысы кезінде бұл қала маңызды жол торабы қызметін атқарды. Маңызды жол торабы болу үшін қала қай жақта орналасу керек? Сұрақ сендерге. Шетте ма, солтүстікте ма, орталықта ма, қай жақта? Орталықта орналасу керек. Өйткені сол орталық Қазақстан арқылы жан жаққа кетеді. Мына жаққа Өзбекстанға кетсе болады, Россияға кетсе болады деген сияқты. Яғни Ұлы Отан соғысы кезінде бұл қала өте маңызды, өте транспортный сондай не болған, жол торабы болған. Енді қараңдар, 20 ғасырдың 50 жылдары Қазақстанда тың игеру деген саясат басталды. Осы саясатқа байланысты бұл қаланың аты өзгертіледі. Қандай қала? И қазір ол қала қалай аталады? Айта ғой жауабын. Ақмола қаласының жатыр, яғни қазіргі Астана қаласы бұрынғы атауы Целиноград кейіндеріне байланысты. Сонымен қатар 1937 жылы Ақмола қаласы қайта Астана күйінде өзгертілді. 2006 жылы Нұр-Сұлтан қаласына, ал 2022 жылы Астана қаласына түсті. Жақсы. Әлемдегі аты көп ауысқан қалалардың бірі болып есептеледі. 19 ғасырда қаланың негізі қаланған. Бұл қала сол Ресей патшасының бекінісі ретінде қаланған. Кейін бұл қалаға барып Кенесары шабуыл жасайды. Бұл қаланың тарихы өте бай. 50 жылдарда бұл жерде жаңағы не болады? Тың игеру болады да, сол кезде бұл қаланың аты не деп ауысқан екен? Целиноград болып ауысқан. Қазіргі біздің Астанамыз. Келесі кім оқиды? Давайте. Сұрақ қайталанған ба? Өзің оқисың ба, жарайды оқисың? Кім бір минут тұрады, балаларына өте қызық сұрақ. Дұрыстап тыңдандар барлықтарың, жарай ма? Бұл саясатты соны 1993 жылы бастады. Соның арқасында ол мемлекеттің тұтас сыртқы елдерінің мәдени кеңістігіне кіріп, отарлық қарымта болсаймыз деген ойда болды. Алайда бұл саясаттың жағымсыз салдары да болды. Тәуелсіздік жылдарында болған жаңа буын ескі кітаптардан, газет журналдардан болғызды, елесек бұл мен жасөспірім ұрпақ арасында мәдени тұрғыдан айтарлықтай ашықтық пайда болды. Сұрақтың қандай саясат және қай жақсы. Жауабын айта беріңдер. Біз жолдап тұрған жауап ол Түркия мемлекеті, яғни Түркияда мәдени экспансия саясаты, яғни өз мәдениетін көбінен тарату, бұл саясаттың мақсаты да жалпы бейбіт мәдени ел құру және өзінің мәдениетін кеңінен тарату. Жақсы. Толықтырасың ба? Ол сенің мәдениетін олар деген сериалдарымен, өзінің кітаптарымен олар тұрмалатында. Жақсы. Рахмет қыздар, бірақ өкінішке орай дұрыс емес. Дәл осы сұрақ олар кімдерде бар? Бізбен көрші кімде бар осы сұрақ бар ма? Бұл көршілес жатқан мемлекет қандай саясатқа өтті деген сияқты. Енді қазір балалар
Қыздар, сендерге рахмет. Енді логикаларыңды қосып, басқа жауапты таппастар. Енді бұны сол негеде қолдануға болатын шығар. Бірақ біздің бүгінгі сабағымызға жаңа сендердің айтқан Түркия деген жауаптары өкінішке орай келмейді. Бірақ енді тырысқандарың үшін рахмет, өте жақсы. Бірақ қазір мен сендерге өзімнің жауабын айтып кетейін. Қараңдар балалар. Мен бағана сендерге айттым ғой. 2025 жыл еліміз қандай әліпбиге көшу мүмкін дедік? Латын. Енді қараңдар балалар, латын тіліне көшу Қазақстанда өте үлкен былайша дискуссия тудыратын мәселе, барлықтарың білесіздер. Біреулер көшеміз дейді, көшу керек дейді. Біреулер жоқ, көшу керек емес деген сияқты, сондай нәрсе айтады. Енді осындай нәрсеге келген кезде құр айқайлап байбалам сала бермей, басқа елдердің практикасына қарасақ болады. 93 жылы Өзбекстан латын әліпбиіне көшті. Осы арқылы олар кеңес үкіметінің отарлық қамытынан құтылды. Былайша айтқанда орыстардың ықпалы азайды, түркі мәдениетімен жақындасты, потому что ол жақта Түркияда тоже латын тілі деген сияқты. Ортақ түркілік неге кірді. Бірақ бір таяқтың екі ұшы бар дейді ғой, бір жақсы болса жаман жағы да болады деген сияқты. Жаман жағы қараңдар балалар. Кеңес үкіметінде тәрбиеленген жоғарғы буын өкілдері келе жатқан келешек ұрпақпен былайша айтқанда мәдениет жағынан байланысы үзіліп қалды. Өйткені олар кириллицамен жазады, үлкендері. Астындағы кішкентай буындар олар латын әліпбиімен жазады. Сол арқылы былайша айтқанда бірден олар латын тіліне, латын әліпбиіне көшіп кеткен кезде, анау кеңес үкіметінде жасалған көптеген мәдениет туындыларынан жас буын былайша айтқанда қол үзіп қалды. Түсінікті ғой, иә? Вот көбінер ғой, вот латын әліпбиіне көшудің жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Сендер бұл информацияны мысалы кітаптан оқыған кезде просто 2025 жылы еліміз латын әліпбиіне көшуге жоспарланған десек болды. Бірақ ар жағын ойламайсыңдар. И вот сендер осы бүгінгі сабақтан сендер көрдіңдер, Өзбекстанның практикасын көрдіңдер. И осы нәрсені сендер ары қарай өмірде қолданып, біреу бір нәрсе сұраған кезде осындай өздеріңнің ой пікірлеріңді айтсаңдар болады деген сияқты. Түсінікті ғой, иә? Так, келесі кім оқиды? Давайте, тез. Барлықтарың оқыңдар ма? Қайталанамас деген сұрағым? Қандай? Жауабын айтып жүр? Целиноград, Ақмола қаласы, Астана. Жақсы. Сендер де қандай? Мәдени мұра ма? Мәдени мұра. Сен жақсы. Енді балалар, екінші жаңағы не бойынша, тапсырма бойынша ана парақтың арт жағына сендер өздеріңді бағаласаңдар болады. Барлығына дұрыс жауап берсеңдер өздеріңе күнделікті кезекте максималды қандай балл? 10 ғой, 10 болса 10 деп қоясыңдар. 8 болса 8, 7 болса 7 деп балдарыңды қойсаңдар болады. Енді балалар, балдарыңды қойып болғаннан кейін сабақтың қазір 3-ші бөліміне келсеңіз, өте маңызды бөлігі. Бірақ біздің уақытымыздың тығыздығына байланысты мына нәрсені сендер балалар тезірек жасаулары керек. Тақтаға қараймыз. Так, сабақтың былайша айтқанда несі ғой? Шарықтау шегінде айтсақ болады. Бағана берсеңдер Қазақстандағы мұқият тыңдаймыз. Қазақстандағы мәдени өмірмен таныстыңдар. Қандай жаңалықтар болды, біз не істедік, соның барлығын сендер сараптап, сол арқылы сендер информация алдыңдар. Енді ақпаратты алдыңдар, сендерде ақпарат бар. Енді осы нәрсеге байланысты сендер осы алған білімдердің барлығын қорытындылап, сендер бір өздеріңнің четкий позицияларыңды шығаруларың керек. Енді бұл жерде мынандай нәрсе қараңдар. Бір қызық нәрсе айтып кетейін сіздерге. Тарих бізде былай ғой, өткен деп ойлайды ғой көп адамдар, тарих деген өткен нәрсе. Бұрын. Бірақ тарихта бір мынандай нәрсе бар, көбісі байқай бермейтін. Тарих арқылы сендер болашақты да болжай аласыңдар. Өйткені өткен нәрсені қарап, саралап, болашақта не болатынын примерно айтуға болады. Түсінікті ғой? Мысалы, мынандай не ғой, бір оқушы бар сендердің класстарында, алгебрадан оқымай жүр, сабаққа келмейді. Уже қаншаға шығатыны белгілі. 3-ке 2-ке шығады. Тура сол сияқты. Бүгінгі болып жатқан процестердің барлығын қорытындылап, болашақта қандай процесс болуы мүмкін, соны айтуға болады. Түсінікті ғой? Енді мына жерде былай жасаймыз қараңдар. Мына жақтағы екі топ. Сендер өнер тобы, одан кейін спорт тобы. Мұқият тыңдаңдар. Өнер тобы мен спорт тобы, бірақ жеке-жеке істейсіңдер, жаңа ма? Бірге жасамайсыңдар, жеке-жеке. Сендер мына позицияны қорғайсыңдар, қараңдар. Мұқият тыңдаңдар. Қазір сұрақ сіздерге ықшамдап айтып беремін. Қазақстан 21 ғасырда өзінің мәдениетін әлемнің елдеріне былайша айтқанда ықпал етіп, сол арқылы әлемдік қауымдастықта өзіндік қолтаңбасы бар жоғары мәдениетті елге айналады. Бұл жерде сендердің тілдеріңе аударатын болсақ, балалар, қысқаша айтқанда былай. Болашақта Қазақстан 21 ғасыр бізде енді басталды ғой, қазір біраз жыл бар деген сияқты. Осы уақытта біз болашақта өзіміздің мәдениетімізбен басқа елдерге әсер ете аламыз деген позицияны қорғайсыңдар. Әсер ете аламыз, өйткені мынандай деп. И вот қараңдар, тірек сөздер балалар. Мына сөздерді қолдансаңдар болады. Музыка,
кино, опера, кинофестиваль, ән байқаулары деген сияқты түсініп қояйық. Осы позицияны қорғайсыңдар. Сендердің позицияларың сондай. Қазақстан болашақта мәдениеті жоғары елге айналады дейсіңдер. Апай жалғастыра берсем болады ма? Жоқ, уақыт қойған. Уақыт қалды ма? 45 минут уже өтті. 5 минут болды ма? Енді қараңдар бала. Сендердің позицияларың сол. Сендер жаңағы елді мақтайсыңдар. Енді сендер келесі. Мына топ. Ғылым тобы мен былайша айтқанда мәдениет тобы. Сендердің нелерің мынандай. Қазақстан өкінішке орай деп айтасың. Түсініп па? Мынандай сүйініш тапқандай ойбай біз дамымаймыз, аяғымызды десудің қажет жоқ. Өкінішке орай бізде ондай нәрсе жоқ. Біз былайша айтқанда ұлттық ерекшелігімізден айырылып қалуымыз керісінше. Осы позицияны қорғайсыңдар и сендердің тірек сөздерін. Экономика, ақпараттық соғыс, еліктеу және плагиат деген сөздерді қолданысыңдар болады. Жарай ма? Так, балалар, қысқа да нұсқа давайте. Сен 2-3 минуттың ішінде өз ойларыңды жазып шығасыңдар. Давай, бастаңдар. Так, мынаны көріп алыңдар. Біреулердің суретке түсіріп алсаңдар ба? Мынаны суретке түсіріп алыңдар. Қарап отырсын, жарай ма? Түсіріп алыңдар ғой, иә? Вот мына. Давайте тез балалар, уақытыңыз 2 минут ішінде сіз жазып шығасыңдар да өздерінің позицияларын тұрып қорғайсыңдар. Жазбай-ақ балалар өз ойларын ауызша айтасыңдар. Жазып басыңдар. Біздеген Қазақстан орнынан тұрайық бәріміз. 21 ғасырда өз мәдениетін әлемдерге жаңағы ықпал етеді келсеміз, және оған біз айта алатынымыз көп себеп. Мысалы, біз деген айтады ғой, қазір 21 ғасыр, біз тек қана 2025 жылдасында бірінші жартысынан да жеңіп береді. Оған қарамастан біздің елде жаңа басқа елдерге әсер етіп жатқан өте көп туындылар бар. Туындылар дегенде мысалы, тіпті спортшыларды айтсақ, мысалы, Геннадий Головкин қазақ болмаса да ол деген қазақ мәдениетін әрқашан дәріптейді, қазақ тілін қолдайды. Біз деген тіпті спорт саласында өзіміздің қазақ боксшыларын бүкіл әлем мысалы құрметтеп жатады. Және мысалы Димаш Құдайберген мысалына келсек, Димаш Құдайберген Қазақстан Республикасының гимнін Америка құрама штаттарында өзінің керемет дауыспен және шырқаған әнші болып келеді. Және ол деген қазақтың ұлттық киімін киіп шықты сол кезде. Демек басқа елдер осыны көрген кезде біздің мемлекеттің жаңағы ою өрнектері мәдениеттің дамыған екеніне көз жетіп жатыр. Айтасыңдар ма? Жақсы. Келесі өнер. Давайте тез қысқадан нұсқа өз ойларыңды айтып жүріңдер. Мәдениет тобы дайындалып отырыңдар, жарай ма? Давайте олар қыздар тез тұрамыз да айтамыз. Қазақстан болашақта өзінің мәдениетін сырт елдерге ықпал ете алады. Себебі былай деп айтасың. Давай, бастаңдар. Кім бастайды? Қазақстан елі 21 ғасырда басқа елдерге өз мәдениетін толықтай ықпал ете алады. Себебі біз бұл жерде кино мәселесі қалай келіп отыр. Мысалы қазіргі таңда Қазақстан кинолар жақсы дамып жатыр. Біз соңғы жаңалықтарды көріп жатсақ, Қазақстан жаңа туындылар кассалар шығарып жатыр. Яғни біздің киноның дамыды деген дамып жатыр, белгілі бір белеске жетті деген мағынасы. Сондықтан біз әлі де мысалы Қазақстанда көптеген Туран, Казани деген университеттерде жас режиссерлар, актерлар оқып жатыр. Сондықтан біз болашақта тағы да 21 ғасырда оларда күшті туындылар көреміз деп сенеміз. Жақсы. Так, келесі мәдениет. Давайте айтыңдар. Тез орнымыздан тұрайық. Қысқа да нұсқа, иә? Елдер соның салдарынан біздің өзіміздің жауапты бар. Себебі жаңағы көптеген батыс және басқа елдердің мәдениетіне қатысқан және солардың қысқан кесірінен өзінің дүниетанымын, яғни өзінің тілін және көптеген мәдени мұраларын ұмытып жатыр мысалы. Жақсы. Келесі кім сол арқылы біз артта қалып қоюымыз мүмкін, иә? Айтады.
отырып. Так, әр топ өзінің позициясын өте жақсы деңгейде қорғап шықты. Енді уақыттың тығыздығына байланысты олар қысқа жұмыс болып қалды. Бірақ енді бұл нәрсе ары қарай да бір толықтыруды қажет етеді. Енді балалар сабақтың соңында сіздерге мына нәрсені көрсетіп, сабақты қорытындылайды. Қараңдар. 20 ғасырда Америкада Абрахам Маслоу деген ғалым өмір сүрген. Философтар сол пирамида ойлап тапқан. И бұл нәрсе сіздер баптарын білесіздер деп ойлаймын, бұл адамның қажеттіліктері. Енді бұның біздің сабаққа қандай қатысы бар деп ойлаулары мүмкін. Мәдениет пен адамның қажеттілігінің қандай қатысы болуы мүмкін дегеніңізде. Енді қараңдар, мына жерде ол кісі ең бірінші қояды мына жерде физиологиялық қажеттілігі. Ұйықтау, тамақ жеу деген сияқты, иә? Осы нәрсе жабылса, адам келесіне өтеді деген сияқты. И вот мәдениет мына жерде эстетикалық қажеттіліктер ол ең жоғарғы сатысында тұр. Сонда балалар, біздің бүгінгі сабағымызда айтқан мәдениет, анау деп айтып жатқанымыздың барлығы мына астындағы нәрселер болмаса түкке тұрмай қалады. Сондықтан адам бірінші физиологиялық қажеттілігін өтеу керек. Ол үшін елдің экономикасы даму керек. Түсінікті ғой, иә? Сонда экономика дамымаса мәдениет дамымауы мүмкін. Өйткені Абай атамыз айтады ғой қара сөзінде, аш адамның ойында ғылымға, мәдениетке деген қажеттілік қайдан тұрсын дейді. Оны ойламайды. Өйткені мына жақ жабылмаған деген сияқты. Түсінікті ғой, иә? Сонда осы потребностьтің барлығы жабылған кезде ғана бізде осы эстетикалық неге жетеміз, яғни мәдениет сол кезде ғана істейді, дамиды. Түсінікті ғой, иә? Сонда экономика мен мәдениет бір-бірімен өте тығыз байланысты дүние. Түсінікті ма? Сұрақтарың бар ма? Сабақтан алған әсерлеріңді әр топтан бір оқушы айтып жіберсеңдер. Не түсіндіңдер? Айтасыңдар ма, айтпайсыңдар ма? Айтпасаңдар, жарайды, уақыттың тығыздығына байланысты. Осымен бүгінгі сабағымыз айта ғой. Жаңа көптеген терминдер үйрендім. Яғни бізде осы мәдени мұра деген жобаны жақсы танысып, және бізге ұлттық құндылықтардың басты маңыздылықтарын түсіндірді. Жақсы, айта ғой. Қазақстан мәдениеттегі қазіргі замандағы дамуын толық түсіндіріп, және осы пирамида соңғы сізге көрсеткен пирамиданың арқылы қай жақтан даму керекпіз, қалай даму керек деген. Өте жақсы. Айтасыңдар ма? Бүгін өте маңызды болып сөйлесесің. Өйткені мәдениеттің не болып жатқанын мәселелер себебі кеңес одағы ыдырағаннан кейін көптеген өзгерістер енді және олар өте маңызды. Өте жақсы. Так, олай болса балалар, рахмет барлықтарына. Орындарынан тұрып